Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгін сіздермен бірге 8-ші сынып алгебрасының 2-ші оқу тоқсанындағы БЖБ 1-ші. Мынандай есептер берілген. Бірінші есепте мынандай теңдеу беріліп, осы теңдеуді ax квадрат плюс vx плюс с тең 0 түріне келтіру керек. Мұндағы a, v, s неге тең, соны көрсетіңдер дейді. Қысқаша көбейту формуласы бойынша x плюс 3-тің квадратын ашайық. x-тің квадраты плюс 2 еселенген біріншісі мен екіншісінің көбейтіндісі, яғни 6x плюс 9 плюс 7x тең 4x квадрат. Жақшаны ашып көбейтеміз. Минус 4 9-ың 36x. Қазір x-тарды берілген x-ті барлық мүшелерді теңдіктің бір жағына шығарып, екінші жағын нөлге теңестіреміз. Алдыменен мінекей былай жасап алайық. Біз 0-ды мына жаққа қояйық. Былай үйретіп отырайын. 0 теңдіктің сол жағында қалсын. 4x квадрат, x квадратты минус x квадрат қылып көшіреміз. Әрі қарай x-тар санаймыз. 6x плюс 7x бұл плюс 13x қой. Минус 36x тұрған жаққа минус 13x болып көшеді. Және плюс 9 минус 9 болады. Әрі қарай, енді ақшамда реттесек, 4x квадраттан x квадратты алсақ, 3x квадрат қалады. Минус 36-ға 13x екеуінде таңбасы бірде ғой, теріс сандар. Онда 36-ға 13-ті қоссақ, 49x болады. Және минус 9 тең 0. Тең 0 деп мына жаққа жазуға болады, немесе бұлай да түрінде көрсетуге болады. Демек, берілген теңдеуді біз 3x квадрат минус 49x минус 9 түрінде жаздық. Бұл теңдеудегі бірінші сұраққа жауап бердік. Қазір a, v, s-ның неге тең екендігін айтты. Енді көріп отырмыз. a 3-ке тең, v минус 49-ға тең, с минус 9-ға тең. Мінекей біз есепке жауап бердік. Келесі екінші есепте, балалар, мен тақтаны мүмкіндігінше пайдалану үшін мына жерде есепте 4-5 теңдеулер беріледі. Сол теңдеулердің ішінен келтірілген квадрат теңдеуді көрсетеді. Біз теңдеулердің ішінен қарап отыр. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз, яғни x квадраттың алдында коэффициент 1-ге тең болатын теңдеуді айтамыз. Ондай теңдеу бізде x квадрат плюс 7x минус 3 тең түріндегі теңдеу. Сондықтан мен бірден осы теңдеуді ғана көрсетіп жаздым. Екінші шарты, яғни айтып тұрмын, бірнеше теңдеулер береді. Сол теңдеудің ішінен келтірілген квадрат теңдеуді көрсетуіміз керек. Ережесін түсіндірдім. Екінші есеп, теңдеудің түбірлері берілген x1, x2. Осы түбірлер бойынша берілген теңдеуді келтірілген квадрат теңдеу түріне келтірді. Енді біз v теоремасын білеміз. x1 қосу x2 тең болады қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке. Ал x1 көбейтілген x2 тең болады бос мүшеге. Осы бойынша жазатын болсақ, 3 бірінші түбіріміз минус 1 тең минус p болу керек қой. Қазір қараймыз. Әуеліне есептеп алайық. 3 минус 1 бізде 2 қалады. Мына жерге жазып қояйын. 2. Екеуін көбейтейін. 3-ті көбейтемін. Минус 1-ге тең минус 3. Енді теңдеуді жазуымыз керек біз. x квадрат. Мына жердегі сан 2 тұрса, соған біз қарама-қарсы сан жазамыз. Минус 2x. Ал бос мүше өзі жазылады. Минус 3 тең 0-ге. Мінеки берілген x1 және x2 түбірлері бойынша біз келтірілген квадрат теңдеуді жазып көрсеттік. Келесі үшінші есеп, мынандай параметрлік теңдеу берілген. Осындағы с параметрінің қандай мәнінде теңдеудің бір түбірі болады дейді. Яғни ол деген сөз x1 мен x2-ның мәндері өзара тең болады деген сөз. Қай кезде дискриминант 0-ге тең болған кезде бізде екі түбір бір-біріне тең болады. Қазір соны тексеріп көрейік, есептеп шығарамыз.
дискриминант тең. Енді мен жұп бойынша шығарам, балалар, менің YouTube каналдағы сабағымда екінші коэффициент жұп болғанда және коэффициенттері менен түбір табудың жолдарын көрсетіп, мен өте тамаша сабақтар салғанмын. Қазір 6-ның жартысы 3, 3-тің квадраты 9, минус 3 пен с-ны көбейтем 3с. Осы бізде енді тең болу керек 0-ге. 9 минус 3с тең 0-ге. 3-ке қысқартып жіберсек, 3 минус с тең 0, бұдан с тең 3-ке деген түбірі шықты. Демек, с 3-ке тең болған кезде, мына теңдеудің екеуінің түбірі өздері тең болады екен. Сонда біздің теңдеу мынандай түрге келеді. 3х квадрат минус 6х плюс 3 тең 0-ге. Осы теңдеуді қазір шешіп, x1, x2-ні табайық. 3-ке қысқартып жіберсек, х квадрат минус 2х плюс 1 тең 0-ге. Мынау енді қысқаша көбейту формуласы бойынша да тапсаңдар болады. Х минус 1-дің квадраты деген сөз, бұл. Бұдан х минус 1 тең 0-ге. Енді квадраты 0-ге тең деген сөз ғой енді. Мына жерде жаңа тағы жазып қойыптым ғой. Квадраты 0-ге тең деген сөз ішіндегі саны 0-ге тең дегенді білдіреді. Бұдан х тең 1-ге деп жауап берсек болады. Дискриминантпен тапсаңдар да осындай болып шығады. Сонда х бірінші және х екінші тең болды, түбірі 1-ге. Мінекей біздегі бұл 3-ші есептің жауабы. Келесі 4-ші есепте мынандай теңдеу беріп тұр, квадрат теңдеу. Осы теңдеудің шешпей-ақ мына түбірлерінің қосындысын және түбірлерінің көбейтіндісін табу керек. Виет теоремасы бойынша біз білеміз, жаңа ғана пайдаландық. x1 плюс x2 тең болады қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке, демек 16-ға. Ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі тең болады 63-ге, бос мүшеге. Мінекей бізде бұл бірінші А жауабының тапсырмасын орындадық. Б мындай түрде бөлшек түрінде берілген. 1 бөлінген x1 қосамыз 1 бөлінген x2 тең. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, x1 мен x2-нің көбейтіндісі ортақ бөлімі болады. Бірінші бөлшекке x2-ден, екінші бөлшекке x1-ден қоямыз. Сонда x2 плюс x1. Енді орындарына мәнін қояқ. x2 мен x1-дің қосындысы 16-ға тең. Ал екеуінің көбейтіндісі 63-ге тең. Демек, мына екінші Б жауабы тапсырманың 63-тен 16-ға тең екен. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің сабақтарымыз ұнап, қажеттеріңе пайдаланып жатырсаңдар, арнаға тіркеліп, өздеріңнің достарыңмен, сыныптастарымен бөлісіңдер және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.